Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай керемет дәмді, әдемі, тез дайындалатын, өте оңай хворс дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Алдымен ыдысқа жұмыртқаның тек сарысын саламыз. 3 жұмыртқа салдым. Және 1 ас қасық шекер салып араластырамыз. Шым-шым тұз салдым. Араластырамыз және 3 ас қасық сұйық май құйдым. Сұйық майдың орнына қаймақ салсаңыздар да өте дәмді болады. Жарты кесе жылы сүт құйдым. Және 2,5 стакандай ұн салып, әдемі жұп-жұмсақ, сап-сары қамыр иледім. Қамыр жұп-жұмсақ болу керек. Қамыр өте жұмсақ болу керек, сонда дәмді болады. Ингредиенттерінің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Кіріп көріп, менімен бірге дайындап көріңіз. Міне осындай бір күлше иледім, сап-сары, әдемі. Енді 10 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 10 минут өткен соң қамырды алып, 2-ге бөліп, қайтадан ыдысқа салып, 10 минутқа қоямыз. Осындай жұп-жұмсақ, сап-сары болды. Осылай қолмен жақсылап илейміз. Жақсылап иі қану керек. Тағы да бетін жауып 10 минут тұрады. Бізде 10 минут өтті. Қамырдың бір бөлігін алып, жақсылап шамалы ұн сепсеңіздер болады. Жұп-жұқа етіп, әдемелеп жаямыз. Описание бөлімінде менің каналымда түрлі тәттілер, салаттың түрлері бар. Оңай және жылдам дайындалатын тағамдар бар. Кіріп көріп, менімен бірге дайындап көріңіздер. Міне қамырдың жұқалығы осындай болу керек. Енді осы қамырды 4 бұрышты етіп майдалап кесіп шығамыз. Кесіп болдым. Енді майды қыздырып, осылай майға салып, сарғыш түс шыққанша қуырамыз. Қатты қызарып кетпеу керек. Екіншісінде салып көрсетіп жатырмын. Өте әдемі болып шықты. Осындай түс болған кезде, ақшыл сары болған кезде майдан аламыз. Барлығын қуырып алып, шекер ұнтағын септім. Шекер ұнтағын сепсе өте дәмді болады. Немесе сгущенка салып жесеңіздер де болады. Міне біздің хворсымыз дайын болды. Шайға осылай тез-тез пісіріп жесеңіздер болады. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, WhatsApp желісіне таратып, каналыма тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.